Адамдық қалыпты биік ұстау кімге де болса үлкенсін. Арыз-жарымызға нұқсан келтірмей, жалпы азаматтық құндылықтарға сүйеніп, дұрыс әрекет ету арқылы бақытқа қол жеткізе аламыз. Рухани дүниемізді байыту жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген дәйек сөздер арқылы ойымызды жүйелеп, күш-қуат аламыз. Ендеше сіздерге өзімізді тануда көмек берген, өмірлік ұранымызға айналған дәйек сөздермен бөлісейік. Жастық шағын жарқын жаздың бейнесі, құтты жаздың алаусан жоқ бермесі. Сәбит Мұқанов. Жақсы мінез бүгін өмірінің сарқылмас байлығы. Келзи. Көп еңбек еткенде бақыт бас еді. Да Винчи. Адамның жақсы адамға сүйіспеншілікпен қарағандар. Абай Құнанбаев. Адамда бір ерекше нәрсе, оның басқа адамдармен қарым-қатынасы. Авра. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Бауыржан Момышұлы. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Әбу Насир Әл-Фараби. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы мінез, жақсы дос, жақсы ата-ана, жақсы ұстаздан бастау алады. Абай Құнанбаев. Уақыттың босқа өткені, өмірдің босқа кеткені. Халық мақалы. Ізгілік марапат үшін жасалмайды. Ізгі іс жасаудың өзі марапат. Синека. Өзінің емді сүйе алмаған адам ештеңені сүйе алмайды. Байрон. Көкіректе сәулесі жоқтың, көңілінде сенімі жоқ. Абай Құнанбаев.